Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз керемет шарлотка дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды, шекерімізді қосып, осылай әдемілеп миксермен взбивать етіп аламыз. Не аппақ ақ көпіршік болғанша көпіртіп алып, енді ванилин және ұн разрыхитель қосып, осы тестамызды миксердің көмегімен араластырып аламыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін алмамызды 3-4 дана алмамызды қабығын аршып, болмаса қабығын аршымай-ақ та салуға болады. Мен қабығын аршып, турап, осындай әдемілеп дайындап алдым. Енді пергамент қағазы жайылған табамызға дайын болған массамызды осылай құйып шығамыз. Енді бөлшекте туралған алмамызды осылай әсемдеп, гүл тәріздетіп, айналдырып қойып шығатын боламыз. Міне осындай керемет шарлоткамызды 5-ші айына дайындасаңыздар, өте керемет болып шығады. Оңай әрі тез дайындалады және өте дәмді. Рецептісін описанияға қалдырып кетемін. Қарап жасауларыңызға болады. Егер менің осы каналым ұнап жатса, видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген керемет рецепттермен, видеолармен бөлісетін боламын. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта осылай шарлоткамызды пісіріп аламыз. Міне біздің шарлоткамыз дайын. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше менің арнамнан алыстамаңыздар.